Сонымен профессор былай деді. Тыңдаңыз, Марқа жазған ізгі хабар барлығынан бұрын жазылды. Ал сол жерде Иса өзін құдаймын деп жариялаған жоқ, тіпті тұспалдап келтірген емес. Мен Марқа жазған ізгі хабарда ма сіз сенімсіз бе дедім. Ол болса толығымен деді. Мен олай болса Марқа жазған ізгі хабардың екінші тарауына қарайық дедім. Осының бәрі бүкіл студенттердің көз алдында болып жатты. Мен Марқа жазған ізгі хабарда шайық, екінші тарау 3-7 аяттар дедім. Құдай сөзінде былай делінген. Сол кезде 4 кісі сал болып ауырған бір адамды Исаға көтеріп алып келді. Бірақ халықтың көптігінен олар оған жақындай алмады. Сондықтан үйдің сыртқы сатысымен жоғары көтеріліп жалпақ төбесін ашты. Содан олар аурудың жатқан төсенішін арқанмен байлап, оны төменгі Исаның алдына түсірді. Иса олардың сенімдерін көріп, сал адамға балам сенің күнәларың кешірілді деді. Сол жерде отырған бірнеше дін мұғалімдері, бұл кісі неге солай деп Құдайды қорлап отыр? Жалғыз Құдайдан басқа кім күнәларды кешіре алады деп ойланып қалды. Профессор тағы да менің сөзімді бөліп жіберіп, кідіре тұрыңыз, мен де күнәні кешіре алам. Егер менің студенттерімнің біреуі маған қарсы күнә жасап қойса, мен оны кешіре алам. Егер менің әйелім күнә жасап қойса, оны да кешіре алам. Сонда мен де Құдай болғаным ба деді. Мен жоқ әрине дедім. Ал ол, сонда сіздің айтайын дегеніңіз не деді. Мен қазір ғана оқыған мына сөздерде, бұл кісі неге солай деп Құдайды қорлап тұр? Бұл жерде дін мұғалімдері көне келісімді айтып тұр. Тек жалғыз Құдай ғана күнәні кешіре алады. Әңгіме мынада, егер сіз біреуге қарсы күнә жасасаңыз, ол адам әрине сізді кешіре алады. Немесе егер біреу сізге қарсы күнә жасаса, сіз де оны кешіре аласыз. Ал қазіргі жағдайдың мәні басқада. Осы жерде біздің алдымызда Құдайға қарсы күнә жасаған адам тұр. Құдайдың өзіне, Яхуеге, ал Иса мен сені кешірем деп тұр. Дін мұғалімдері оның сөзін Құдайды қорлау деп есептеп тұр, өйткені көне келісімде ондайды тек Құдай ғана кешіре алады деп айтылған. Ал Иса, рас, мен сені кешірем деп айтты.